Сәлем достар, сендермен бірге Призма арнасы. Қазіргі таңда тек YouTube желісінде ғана емес, барлық әлеуметтік желіде ең көп қаралым жинайтын видеоларға челлендждер жатады. Бірақ кей адамдар олардың арасында өте қауіпті челлендждерді ажырата білмейді. Кейбіреулері тіпті өлімге дейін апаруы мүмкін. Сол себепті бүгінгі видеода дәл осы тақырыпқа арнағанды жөн көрдік. Егер сіз еңбегімізді кішкене болсын бағаласаңыз, осы видеоға лайк басып арнамызға жазылып кетіңіз. Бұл біз үшін үлкен мотивация. Эйблинг челленджі. Челленджге қатысушы шарт бойынша алкогольді ішімдікті көзіне құю керек. Барлығымызға белгілі, көз өте сезімтал мүше. Сол себепті көз көру қабілетінің төмендеуі, күйік, жара немесе кей кездерде мүлде көрмей қалу дәрежесіне алып баруы мүмкін. Тұз және мұз челленджі. Қатысушы адам қолына тұз салып үстіне мұз немесе қар қояды. Тұз бен мұз қосылған кезде өте күшті реакцияға түседі. Соның әсерінен қолыңыз екінші немесе үшінші дәрежелі күйік шалуы мүмкін. Tight pot челленджі. Шарт бойынша киім жууға арналған гелді капсуланы ауызға салып тістейді, бірақ жұтпайды. Егер қатты жарылса, ішіндегі гель ауыз ішін, ішек жолдарын асқазанға кетіп, күйдіріп, өте көп уақыт мазалауы мүмкін. Корица челленджі. Қатысушы бір қасық корица ұнтағын аузына салып бірнеше уақыт бойы тұру керек. Және сумен орындауға болмайды. Егер ұнтақ ішке кетсе, тыныс алу жолдарына зиян тигізеді және тыныс алу нашарлайды. Құрбан болғандар да баршылық. Кар серфинг челленджі. Шарт бойынша қатысушы адам жүріп бара жатқан көліктің үстіне, бамперіне немесе капотына отырады. Егер көлік бірден тежеліп қалса, отырған адам құлайды. Бұл челлендждің құрбандары өте көп, тіпті және ауыр жарақат алғандар да аз емес. Қызыл ванна челленджі. Қатысушы бұрышпен толтырылған ваннаға бірнеше минутқа түсу керек. Бұрыш адам денесін өте қатты күйдіруі мүмкін. Достар, бұл челлендждердің барлығы адам үшін өте зиян, сондықтан қайталаудың қажеті жоқ. Сіз қай челленджді алғаш рет естідіңіз, комментарийға қалдырыңыз, және бұдан да қызық видеоларды көргіңіз келсе, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.